Дәріс тақырыбы әдебиет сабақтарында тіл дамыту жұмыстары, жазба жұмысына төселдіру. Дәріс жоспары. Қазақ әдебиеті пәні бойынша өткізілетін жазба жұмыс түрлері, мазмұндама және оған қойылатын талаптар, шығарма және оған қойылатын талаптар, оқушы білімін есепке алу мен бағалаудың маңызы. Кеңес мектебі тәжірибесінде оқушылардың жазба тілін дамыту мәселесіне көңіл бөлініп, байыпты зерттеу жұмыстары жүргізілгенінде аз болған жоқ. Орта және жоғары буында оқушылардың жазба тілін дамыту жұмыстарының жүйесін, жазба жұмыс түрлерін, жазба жұмысына оқушылар даярлау жолдарын, мазмұндама мен шығарма жұмыстарын талдау жолдарын қарастырған Голубков, Рыбникова, Смирнов, Колокольцев. Әдістемелік еңбектер көп. Әсіресе шығарма жаздырудың теориялық және практикалық жолдарын қарастырған еңбектер Колокольцев, Литвинов, Никольский, Романовская, Павлов және қазіргі әдіскер ғалымдар Озеров, Айзерман, Морозова, Гринина, Земскова, Богданова, Овчинникова, Романичева және Колганова. Тағы да басқа да көптеген ғалымдар баршылық. Ал қазақ әдебиетінің оқыту әдістемесінде де бұл мәселе 60 жылдардан бастап сөз етіле бастады. Қазақ әдебиетінің оқыту әдістемесінен оқушылардың жазба жұмысы жөнінде ғылыми еңбектерге талдау жасай отырып, әдебиет пәнін оқытуда жазба тілін дамыту мәселесі көбіне оқушыларға жазба жұмыстарын, мазмұндама, шығарма жазып үйретуге қатысты қарастырылған аңғардық. Сонымен қатар әдістемелік ізденістің көбі жазба жұмыстарының ішінде шығарма жаздыруға арналған. Оқушының жазба тілін дамыту мәселесі жөнінен әдебиетті оқыту әдістемесі ғылымында Кәрібаев, Қоңыратбаев, Көшімбаев, Дайрабаев, Ақшолақов, Дайырова, Тілешева, Мұхтаровалардың еңбектерінде жазбаша сөйлеуге баулу шығарма жазу жұмысы ретінде қарастырылады. Жазба жұмыстарын әдебиет пәнін оқытуда шығарманы жазба жұмысының бір ретінде қарастырған Әуелбек Қоңыратбаев жазба жұмыстарын пән бойынша жүргізу, оқушылардың тілін дамытуға, көркем мәтінді жинақтап саралауға және оларға өздігінен жұмыс жасатуға көмектесетінін көрсетеді. Ол орта буын мен жоғары сыныптарда жазылатын шығарма жұмысының өзіндік ерекшеліктеріне тоқталады. Әдіскер көркем мәтіннің танымдық рөлін жоғары қоя отырып, орта буында 3 түрлі формада үйретілетінін айтады. Яғни, оқылған мәтін бойынша мінездемелік, публицистикалық, яғни оқушылардың өзіндік тәжірибесіне негізделген еркін тақырыптағы шығармалар, оқиғаны суреттеп жазу үлгісіндегі шығармалар, 8-11 сыныптардағы жазба жұмыстарын тақырыптық, публицистикалық, әдеби творчестволық деп топтайды. Бұлай сараптауда әдіскер жазба жұмысын жалпылама қарастыра отырып, оқушылардың мәтінді оқи отырып, сол негізде өздігінен ой толған пайда болатынын айтады. 5-11 сыныптарда жүргізілетін талдау жұмыстары, тіл дамыту жұмыстары, ауызша әңгіме өткізу, берілген сұраққа ауызша жазбаша жауаптар қайтару, жай және күрделі жоспар жасау, мәтіннің көркемдік ерекшелігін және шығарманың тіл, стиль ерекшелігін сақтай отырып, мәтінге жақындата ауызша және жазбаша мазмұндату, мәтіннің формасын өзгерте мазмұндау, яғни бірінші жақ осы шақ формасындағы мәтінді үшінші жақ өткен шақ формасында немесе керісінше мазмұндату, қысқарта мазмұндау, яғни берілген мәтінді тек түйінді негізгі мәселелерді ғана мазмұндату, мәтіннен цитата немесе эпиграф келтірту, берілген мәтін туралы өз ой қорытындысын қоса мазмұндау, шығарма жұмыстары, сөздік жұмыстары, берілген мәтін бойынша шәкірттердің өз бетімен немесе мұғалімнің көмегімен сұрау тапсырмалар құруы және әдеби теориялық ұғымдарды қолдана білуі. Қазақ әдебиеті бойынша өткізілетін жазба жұмыстарының түрлеріне сөздік диктант, мазмұндама, шығарма, эссе жатады. Шығармашылық диктант бұл сөздік диктантының жаңа түрі, модельге негізделген диктант, өзің тап диктанты, бестік диктанты. Мазмұндама дегеніміз не? Яғни мазмұндама дегеніміз бұл тіл дамыту сабақтарының тақырыптарымен ұштастыра, байланыстыра жүргізу. Оқушылардың тілін дамытуға, оқушылардың өз ойын ауызша және жазбаша дұрыс әрі тартымды баяндай білуге үйрететін шығармашылық жазба жұмысы. Мазмұндама жазғанда көркем мәтінді қаз қалпында қайталауға жол бермеу үшін әдіскер ғалым Тілешева мұғалімдердің мына мәселелерді мазмұны тартымды, оқиға қызғылықты, көркемдік қуаты жағынан жоғары талапқа сай болуы, мазмұндама жазар алдында мәтінді оқу, әңгімені негізгі бөлімдерге бөліп, оған тақырыптар беру, жоспарын жасату, тілін талдау, тағы да басқа жұмыстарды орындатқан жағдайда оқушылар мәтіндегі барды қайталау болмай, нағыз шығармашылық жұмысқа айналатынын айтады.
Мазмұндаманың анықтамасына келетін болсақ, бұл алдарыңызда тұрғандай оқушының тіл мен әдебиеттен алған білімдерін тексерудің негізгі нысандарының бірі. Мазмұндама арқылы баланың өз ойын жүйелі баяндай білу қабілеті мен тіл байлығы, сауаттылық деңгейі анық көрінеді. Мазмұндаманы бағалауда оқушы жұмысының мәтін мазмұны мен негізгі ойға сәйкестігі, тақырыптың толық ашылуы, баяндау жүйесі ескеріліп, сөздік қорының деңгейіне, сөйлем құрылысына, мәтіннің стильдік біліктілігіне, шеберлігіне назар аударылады. Мазмұндама жасауға мазмұндамаға қойылатын түрлі талаптар бар. Олар көркем мәтінді меңгертуде жиі қолданылатын жазу жұмыстары, яғни мазмұндама жаздырту арқылы оқушылар оқыған мәтінді қабылдап, сол қабылданғандарын қайта жаңғыртуға тиіс. Енді мазмұндаманың түрлеріне келетін болсақ, онда дайын мәтін бойынша мазмұндама бар. Яғни дайын мәтін бойынша мазмұндаманың өзін бірнеше түрге бөлуге болады. Мәтінге жуық немесе толық мазмұндау, мәтіннің мазмұнын сақтай отырып, бірақ баяндалу формасын өзгертіп баяндау, қысқарта баяндау, тақырыптық мазмұндау. Мәтінге жуық немесе толық мазмұндауға келетін болсақ, мазмұндаманың бұл түрінде мәтіннің мазмұны бүтіндей қайталанбағанмен түгелге жуық меңгеріледі. Сондай-ақ сурет бойынша мазмұндама бар. Және аяқталмаған мәтін бойынша мазмұндама. Мәтіннің мазмұнын сақтай отырып баяндау формасын өзгертіп баяндау, яғни мазмұндау, бұл ықшамдап мазмұндау, толықтырып мазмұндау. Сурет бойынша мазмұндаманы белгілі бір оқиғаға арналған бір сурет бойынша мазмұндама, немесе бір оқиға мазмұнын ашатын сюжетті суреттер арқылы жаздырылатын мазмұндама. Бұндай мазмұндамаларды оқушылар үлкен құштарлықпен, талаппен жазады, ынтамен. Сурет бойынша мазмұндаманы мына жүйеде жүргізуге болады. Суретте жылдың қай мезгілі, мысалы, күздің суретін көрсетіп тұрып, қай мезгілі суреттелген, оны немен дәлелдейсіңдер. Суреттің алдыңғы жағында кімдер көрінеді, олар не істеп жүр, балалардың көңіл күйі қандай, ауа райы қандай деп ойлайсыңдар, суретке қандай ат қоямыз, қандай ой қорытындысын жасаймыз деген сияқты. Жоспардың үлгісі: таңертеңгі табиғат көрінісі, өзен жағасында, балалардың қыс қызығы, балалар соққан ақ қала, қорытынды. Содан кейін сюжетті суреттер арқылы мазмұндама жаздырту. Бұнда алдын ала мәтін дайындалады, әңгіме мазмұнына сай бірнеше суреттер әзірлейді. Ал аяқталмаған мәтін бойынша мазмұндама — бұл алғаш рет оқушыларға ұсынылатын аяқталмаған әңгіменің оқиға желісі сюжетті суреттер арқылы бағыт-бағдар беру негізінде жүргізіледі. Келесі кезеңде аяқталмаған мәтін, жартылай түзілген жоспар, әңгіме соңында бағыт-бағдар беретін сюжетті суреттер негізінде мазмұндама жаздыру. Аяқталмаған мәтін мен әңгіменің сәтті тұжырымдауға сілтеме жасайтын жоспар негізінде мазмұндама жаздыру. Және соңына дейін түзелмеген жоспар мен түзілмеген, яғни құрылмаған жоспар мен аяқталмаған мәтін арқылы мазмұндама жаздыру. Мынау жазба жұмыстарын бағалау өлшемдері. Яғни 5-ші сыныпта 100-150 сөз болу керек, 7-ші сыныпта 200-250 сөз болу керек. Мазмұндаманы бағалауда оқушы жұмысының мәтін мазмұны мен негізгі ойға сәйкестігі, тақырыптың толық ашылуы, баяндау жүйесі ескеріліп, сөздік қорының деңгейіне, сөйлем құрылысына, тіл шеберлігіне назар аударылады. Мәтіннің стильдік біртектілігіне, сондай-ақ жоспар құру — бұл оқушының өзіндік ізденісін, ойлау қабілетін танытатын жұмыс. Сондықтан емтиханда әр мазмұндама мәтіні бойынша жоспар құру міндетті деп саналады. Енді келесі кезекте шығарма туралы әңгіме қозғайтын болсақ, ең алдымен шығарма жазу неге керек? Қалайда жаздыру керек пе деген сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Шығармадан баланың тілдік мәдениеті, сөздік қоры, теориялық білімі, әдеби ұғым түсінігі, жазуға икемі мен ойлау деңгейі байқалады. Оқушының туған халқының әдебиетінен алған білімін өз ойымен, дүниетанымдық көзқарасымен еркін ұштастыра отырып баяндайтын шығармашылық төл еңбегі. Оқушыдан көркем шығарманы өзіндік ой пікірі, көзқарасы тұрғысында терең талдап пайымдауы, әсерлі, көркем тілмен жүйелі баяндауы талап етіледі. Оқушы шығармасының құрылысы: тақырып, жоспар, эпиграф, яғни мүмкіндігіне қарай міндетті емес. Кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды және сонымен бірге материалды баяндау әдісі мен оның ретті жүйесі сияқты мәселелерден тұрады. Шығарма жазуға қойылатын негізгі талаптар,
яғни тақырыпты оқушының өз ойымен сөзі арқылы оқулықтан көшірмей толық аша білуі, жазып отырған тақырыптан алшақтамай оның мазмұнын нақты ашуға талпыну, артық баяндау, қажетсіз дәлелдемелер мен көп сөзділіктерге жол бермеу, шығармада сөз болған жайды оқушының өзі ғана емес, басқаларға да түсінікті болатындай орамды тілмен, аз сөзге көп мағына сыйғыза баяндауы, шығарманың барлық бөлімдерінің бір-бірімен тақырып, негізгі ой арқылы шебер байланысы. Шығарманың кіріспе мен қорытынды бөлімдері қосалғанда тұтастай 4/1 бөлігінде болу қажет. Міндетті түрде жоспар болуы және шығарма мазмұнын жоспарға сай рет-ретімен жүйелі баяндау қажет. Жоспар болмауы себепті шығарманың бағасы кемтілуі де мүмкін. Барлық айтылған ойды жинақтап, тұжырымдап, тиісті қорытынды жасау. Оқушының өз шығармасында әртүрлі көркем шығарма кейіпкерлерін салыстыра отырып, орынды жерде дәйек сөз келтіруі, ауыз әдебиет үлгілерінен, сын мақалалардан, әдебиеттану еңбектерінен өте шағын үзінділерді қисынмен қолдану жоғары бағаланады. Шығармашылық жазба жұмыстардың мақсаты логикалық ойды дамыту. Яғни шығармашылық, қиялды, нақты нәрсені еркін, қызықты түрде бірге ұластыру, әдебиетті іштей түсіне отырып, оның мәні мен құдіретін, орнын өз дүниесінде пайдалана білу. Әуелбек Қоңыратбаев шығарма жазу алдындағы төмендегідей алғышартқа, яғни мәтіндегі белгілі бір эпизодты оқушының өзінше суреттеуі, өлең мазмұнын қара сөзге айналдыру, тыңнан сюжет ойлап шығаруға тоқталып, оқушылардың осы мәселелерді тәжірибе жүргізуде іске асыруын мақсат етеді. Шығарманың көлемі мен уақыты. Енді қазіргі кезде өздеріңіз білесіздер, мектептерде бұл шығарма жазуда, мазмұндама жазудан да гөрі көбінесе эссе жазу қолға алынып тұр. Бұл эссе деген бұл белгілі бір мәселе төңірегінде субъективті көзқарасты танытатын, құрылым жағынан еркін жазылатын шағын көлемді шығарма, жазба жұмысы. Эссе тілі образды келеді. Афоризмдер көбірек ұшырасады. Эсседе оқушы көбірек өзіндік көзқарасымен әсерін жазуға бейім болады. Эссені ой толғау деп түсіну ләзім, басым. Яғни бұл эсселерді міндетті түрде арнайы бір сабақта арнамай-ақ, мысалы кез келген сабақтың соңында бүгінгі сабақ бойынша өз ойыңызды эссе түрінде, 5 минуттық эссе түрінде, 2 минуттық эссе түрінде жазып беріңдер деген сияқты бұл эссе әдіс ретінде де қолданылып жүр. Әсіресе сыни тұрғыдан ойлауды дамыту сабақтарында. Оқушы шығармасын тексеру, бағалау мәселесін негізінен 4 салаға бөліп қарайды. Мазмұндылығы мен идеялылығы, ой пікірінің жүйелілігі, стилі, грамматикалық сауаттылығы. Енді әдебиет бойынша 5 деген баға қай кезде қолданылады? Яғни әдеби материал терең ұғынып өте жақсы түсінсе, тақырыпты ашу үшін дұрыс қолдана білсе, тақырыпқа толық әрі нақты жауап берсе, мәселені өзіндік ой пікір тұрғысында дұрыс талдай білсе, ойын жүйелі желімен жаза білсе, тілі бай әрі әдеби тіл нормаларына сай болса, шығарма құрылысы ой жүйесіне сай шебер қиысып келсе, стиль бірлігі сақталса, фактілік қателер болмаса, сөзді орынды қолдана білсе, қорытынды пікір орынды, тиянақты болса, мазмұнында бір, тілінде бір, елеусіз ғана қате болуы мүмкін. 4 деген баға мынау. Мынандай кезде қойылады. 3 деген баға. 2 деген баға. Бағдарламаға енгізілетін жазба жұмыстарының түрлері мен саны. Мазмұндама мен шығарма жұмыстарына 2 баға қойылады. Біріншісі жұмыстың мазмұны мен көркемдік сапасы, тіл шырайлылығы үшін, ал екіншісі грамматикалық сауаттылығы үшін. Сонымен, тұжырымдай айтқанда, жазбаша сөйлеу бұл коммуникативті шығармашылық әрекеттің бір түрі. Оқушылардың тұлғалық жетілуіне ықпал ететін, шығармашылық қалыптасуына жағдай жасайтын осы жазбаша сөйлеу әрекетін дамыту әдебиет пәнінің басты мақсат міндеттерінің бірі.
Оқушылардың жазба тілін дамыту олардың танымдық қабілетін шыңдау барысында жүзеге асады. Жазба жұмысының бірі мазмұндама, шығарма, ой толғау, эссе, рецензия, аннотация, мінездеме, хат үлгілерін, хабарлама, дәйектеме, жоба жұмыстарын жаздыру. Әр сабақта үлкенді-кішілі баяндау мәтіндерін сипаттама, суреттеме, мінездеме түрлерін жаздыру оқушылардың жазбаша сөйлеу әрекетін дамытуға көмектеседі. Жазба жұмыстарын орта буын сыныптардан жүйелі қолға алып, жоғары сыныптарда дамыта жүргізу нәтиже береді. Бұлардың қайсысы да оқушы білімін бағалауда аса маңызды дей отырып, бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз.